Ең алғаш әлі есімде, мектепке аяқ басқан күн, Нұрпатша апай біздерге құшағын жая ашқан күн. Ақ бантик, фартук, галстук, ақ жейде форма кигенбіз, құшаққа гүлдер толтырып келгенбіз, ол қыз үйденбіз. Бастауышпен қоштасып, орта мектеп барғанбыз, Пернебай ағай тәлімін ілтипатпен алғанбыз. 30 жыл толды бүгінде, ұядан жырақ кеткелі, сағындым сыныптастарды, сағындым сені, мектебім. Ақ болсын өмір жолың қадамдарың, көп болсын араласар адамдарың. Әліби жаратқанның қалауымен, қуаныш нәсіп болсын саған жаным. Сұлулық тал бойына таралыпты, бұл қыздар ізгіліктен нәр алыпты. Жанар деген сұлу қыздар дүниеде, бақытты болу үшін жаралыпты. Өмір сені қайғыртып жылатпасын, асуынан асқардың құлатпасын. Ербол сенің басыңа бақ пен ырыс, мәңгілікке орнығып тұрақтасын. Тал бойында міні жоқ, пейілі кең, айналасың бойындағы мейірінен. Гүлзиядай қыздардың ес кетеді, тұлғадағы парасат зейінінен. Қара торы нағыз қазақ баласы, өзгелерден ерек оның санасы. Қанат деген жігіттердің ішінде, сөзің саптап айта тұғын данасы. Жетсе екен аңсаған арманына, адамзаттың айналсын ардағына. Бұл әлемде талай жан бақытты ғой, Елмирадай досының болғанына. Парасат өң бойынан табылады, бұл бір жан ер жігіттің саңылағы. Ержан деген жанның Алла қалап, бақытқа толы болсын шаңырағы. Қалыптасқан адамдық санасында, тең келмейді ешбір жан бағасына. Алла өзі жар болсын қос дүниеде, ай жарықтай жігіттің ағасына. Шаңырақ шаттығына кенелгейсіз, иманмен елде әр сәт еленгейсіз. Шохан әр уақытта жаратқанның, мейірім бақытына бөленгейсіз.